Қазір күте тұр. Бір дубль ғой, ешқандай монтажсыз. Дейтін видеомыз андай, обычный видео қара беріңіздер. 2026 қаңтардың 1-і медеу өзіңмен күрес 647 күн. Шәкәрім атамыз ойыңды басқар, ойың сөзіңе, сөзің ісіңе, ісің тағдырың айналады дейді. Әр таңымызды жақсы ой ойлаудан бастап жүргенімізге 647 күн болды. Араға бір күн салмай. Ал жақсы ой ол диванда отырып, бойында ұйыған қаны бар азаматтың ойына келе бермейді-ау, келмейді. Ал жақсы ой, жақсы таза ауада, қан айналған жерде, таза табиғатта басталатыны сөзсіз. Сондықтан баршаңызды жалықпай тағы да шақырамын салауатты өмір салтына. Таңертең ерте тұрыңыздар, спортпен айналысып, қандарыңызды айналдырыңыздар, жақсы ой келеді. Тау болса, әрине, нұр үстіне нұр, тау болмаса, айналаңызда тыныш жерге, табиғатқа шығып, таңертең 10 мың қадам толтырыңыз. 10 мың қадамда қаныңыз жақсы айналады, таза ауада жақсы ой басылады. Ал жақсы ой болған жерде жақсы сөз сөйлеп бастайсыз. Жақсы сөз сөйлеген жерде ісіңіз де жақсарады. Ал ісіңіз жақсы болса, тағдырыңыз да керемет құлпыратына сөзсіз. 2024 пен 2025-ке өкпем жоқ, Аллаға шүкір жақсы әдеттер қалыптастырдық. Бірақ биік таудың басына шыққан кезде сай-саланың биік аласа жерін толық көретінің сияқты, физикалық жағынан дамыған кезде өзімнің таяз жағымды да көп байқаймын. Әрине ол білім, рухани таяздық. Оны көп байқайтын шығар менің тұрақты көрермендерім. 2026-ны кітап оқу жылы және білім алу жылы деп жарияласам деймін. Яғни тағы да қосымша әдеттер көп, бірақ негізінен айтарым білім алу, кітап оқу жылы деп өзіме жарияладым. Енді баршаңызды тағы да салауатты өмір салтына дамуға шақырам. Көбісі жаңа жылдың басынан бастап, дүйсенбіден бастап, айдың 1-нен бастап спорт залға барам, немесе басқа жаңа әдеттер қалыптастырам дейді, бірақ 10-20 күн, 30 күн ары қарай істей алмай қалып жатады. Неге? Өйткені нәпсінің қадағалаушысы жоқ. Мен осы тауға 104 күн шықтым, жалғыз өзім басында жалғып бастадым. Әрмен қарай орта қалыптасты, Инстаграм жүргізіп бастадым. Одан кейінгі мені тоқтатпай тұрған нәрсе, ел не дейді, ел тоқтап қалды деп айтпасын, мына кісілерден ұят болады деген сияқты кішкене уақыт солай болды. Әрмен қарай біз жүйе тәртіп орнаттық. Ал тәртіп болған жерде біз тоқтағамыз жоқ. Және біздің көрермендеріміз білетін шығар, өзіңмен күрес деген жобамыз бар. Ол жобадағы азаматтардың ешқайсысы тоқтап қалып жатқан жоқ. Таңертең ерте тұрып, есебін тапсырады, есебі түгел. Араға бір күн салмай салауатты өмір салтын ұстануда. Сол сияқты әдет қалыптастырғыңыз келсе, Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмайды. Тәртіпке бағынатын ортаға келуіңізді сұраймын, және өзіңізбен күресіңіз. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз. 2026 жаңа жыл, жаңа әдеттерге жақсы, табысты жыл болсын. Өзіңмен күрес.